안녕하세요. 센스 코리안의 몰리입니다. 반갑습니다. сәлем достар, Sense Korean парақшасының мұғалімі, сіздердің кәріс тілі мұғалімдеріңіз мөлдір боламын. Танысқаныма қуаныштымын. Бүгіндегі сіздермен көрісіп отқаныма қуаныштымын. Біз бүгін сіздермен уәде бергеніміздей кәріс тіліндегі кию мағынасын білдіретін етістіктерге тоқталатын боламыз. Біз мысалға бас киім кию, шалбар киім, аяқ киім кию, бізде барлығы кию. Ал кәріс тілінде осы сіздің нені кигеніңізге байланысты кию етістігі әртүрлі айтылады екен. Сонымен ең бірінші етістігіміз ипта. Ол мысалға 옷을 입다, киімді кию. жакет을 입다, болмаса 바지를 입다, яғни жакет кию немесе шалбар кию. Осындай, болмаса дресс를 입다, көйлек кию деген секілді осындай үстіңізге үстіңіздің аяғыңызға үстіңізге киілетін кәдімгі киімдерді иптамен айтамыз. ипта, кию. Кеттік. Екінші етістігіміз бізде шинта. Бұл сіздің енді аяғыңызға киілетін заттарға. Аяқ киім, носки, колготки деген секілді. Соның ішінде мысалы спорттық аяқ киімдер, туфлилер барлығын осы шинтамен айтамыз. Яғни аяққа киілетін. Былай қарап отырсаңыз, шинта етістігі сіздің аяғыңыздың ұшынан жоғары қарай былай көтеріліп киілетін. Мысалға сіз носкиді кигенде елестетіңізші, аяғыңыздың үш жағынан өкшеге қарай тартып киесіз. Осы нәрсені, осылай киілетін заттарды шинтамен айтады. Мысалға, шинбар을 шинта, 양말을 шинта, болмаса 구두를 шинта, болмаса стакинг을 шинта, колготки кию, 구두를 шинта, туфли кию деген секілді осындай аяққа киілетін заттар шинта. Келесі, үшінші етістігіміз сыда. Бұл бізде басқа киілетін, немесе сіздің басыңыздың бас жақ бөлігіңізге, бетіңізге киілетін заттар. Жалпы сыда, бұл жалпы ілінетін заттар деп елестетсеңіз болады. Мысалға, сіз очкиді сіздің екі құлағыңызға ілесіз, масканы таққанда да бұлай екі құлаққа ілесіз. Осындай ілініп киілетін, бетіңізге, басыңызға ілініп тұратын деп елестетсеңіз, ол сыда. Мысалға, 모자를 쓰다, бас киімді кию. Болмаса, 마스크를 쓰다, маска кию. болмаса, 안경을 쓰다, очки кию. Осы біздің үшінші етістігіміз. Ал енді төртінші етістігіміз кида. Бұл сіздің денеңізге прям 100% идеально қолма-қол, бет-бе-бет болып тұратын заттар. Мысалға, сақина, панжи를 кида, яғни сақина тағу. Енді жоғарыда айттық қой біз, wear'ді тағу, қазақтар тағу және кию сөздерімен айтты. Бұл жерде енді тағу етістігі кида. Мысалға, панжи를 кида. Біз мысалға тағы да қолғап кию дейміз, ал кәрістер қолғапты киген кезде сол жердегі кию деген етістікті кидамен айтады. Мысалға, 장갑을 кида. Өйткені қолғап сіздің қолдарыңызға, саусақтарыңызға 100% бүйтіп дәлме-дәл құйылып қойғандай болып тұрады ғой. Сондай нәрселерді айтқан кезде біз кида етістігін қолданамыз. 장갑을 кида. Сонымен қатар жоғарыдағы очки сөзін 안경ды да кида етістігімен айтуға болады. 안경을 кида. Неге екеуімен де айтуға болады? Өйткені 안경ды киген кезде біріншіден іліп қоясыз құлағыңызға, екіншіден ол сіздің құлақтарыңызға дәлме-дәл болып тұрады ғой, мына жерге, осылай құйып қойғандай болып тұрғандықтан осы кида етістігімен айта аламыз. Келесі, бесінші етістігіміз біздің турыда ол оралатын заттар. Мысалға, 목도리를 турыда. болмаса, 담요를 турыда, скап을 турыда. Скаф, шарф деген секілді осындай орамал деген нәрселерді орап қойған кезде турыда, яғни шарф тағу, шарф кию. Біз шарф кию деп айтамыз, шарф тағу деп айтамыз. Осы нәрсені турыда етістігімен айта аламыз. Келесі етістігіміз Меда бұл да енді оралады, бірақ орап болғаннан кейін бір түйін жасаған кезде осы нәрсені медамен айтамыз. Бұл бізде қазақшада тағу деп аударылады. Мысалға, галстук тағу, нектай를 меда, яғни сіз галстук тағаста орайсыз ғой, бүйтіп түйіп қоясыз. Мысалға, шарпты да осы медамен айтуға болады. скапыр을 меда, сіз оны тағаста бүйтіп орап қоя аласыз ғой.
Сондықтан тағы да бұл меда енді кабанға да қатысты айтылады. сөмкеге мысалға кабаңыл меда ілесіз. Келесі одан кейінгі етістігіміз кию тағу мағынасын білдіретін чада. Чада бұл енді бізде қазақ тілінде таза тағу мағынасында. Мысалға сағат тағу. 시계를 차다. болмаса браслет тағу. 팔찌를 차다. 벨트를 차다. Осылай, бірақ енді осы жерде кейбір етістіктерді жоғарыдағы мысалға сырға тағуды айттық, браслет тағуды айттық, мына жерге цепочка тағуды айттық. Осы нәрселерді хада жасау деген етістікпен де аударып кейде кәрістер айта береді. Яғни хада етістігінің негізгі аудармасы жасау, істеу. Бірақ та ол кейде кию мағынасында, тағу мағынасында білдіреді екен. Мысалға, сіз 목도리를 두르다 деудің орнына 목도리를 하다 деп айта аласыз. Сонымен қатар 목걸이를 하다 деп те айтуға болады. Сонымен қорытындылайтын болсақ, ең алғашқы етістігіміз итта, кию. Бұл кәдімгі қарапайым көйлек, водолазка, кофта, шалбарға қатысты айтылса, екінші етістігіміз біздің шинта, ол аяққа келетін заттарға, аяқ киім, туфли, кроссовка, носки, колготки. Келесі сыда басқа келетін немесе бетке келетін заттар. Маска кию, бас киім кию, капюшон кию деген секілді, кепка кию. Келесі кида бұл қолыңызға дәлме-дәл болып тұратын, денеңіздің қандай да бір мүшесіне дәлме-дәл болып тұратын нәрсені кида мен айтамыз. Мысалға, жоғарыда айттық, чаңғабыл кида, қолғап кию. Келесі турыда, орау. Мысалға, шарф орау. 목도리를 두르다, шарф тағу. Келесі меда тоже орайсыз, бірақ түйін жасайсыз. Мысалға, нектай를 меда. Келесі чада, бұл енді тағу. Сағат тағу, браслет тағу, белдік тағу деген секілді. Чада. Келесі етістігіміз осылардың барлығын кейбіреулердің орнына ауыстырылып қолданылатын хада етістігі де кию мағынасында қолданылады екен. Астыға бір қатар осы етістіктерді киіп, мысалға сіз өзіңіз дәл қазір не киіп отырсыз, сол мысалға көйлек киіп отырсаңыз, дресс를 입다, шалбарды мысалға падир을 입다, чима를 입다, өзіңіздің киіп отырған киіміңізді осы етістіктерді пайдаланып сипаттап беріңіз. бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 봐요. 안녕.